Бірде түлкі туған күнін атап өтпек болыпты. Балық аулап, саңырауқұлақтар жинап, мол тағам дайындапты. Қонақ шақырып, той өтетін көгал жер таңдап қойыпты. Енді құйрығын жазып, айна алдында әдемілене бастады. Көп ұзамай түлкінің қонақтары да жинала бастады. Көгал жерге жайлы жайғасып, түлкінің қонағасын күтіп отыр. «Қап!» деді түлкі қолын жайып. «Досым Василий мысықты шақыруды ұмытып кетіппін ғой». Сөйтіп түлкі Василий мысықты шақырам деп кетті. Қонақтары бір-біріне қарап: «Мысық Василий деген қандай, а? Онымен бірге дастарханға отырмастан бұрын өзін бір көру керек шығар» деп бір-біріне айта бастады. Аңдар алдымен Василий мысықты сыртынан көрмек болды. Қоян: «Мен бұта түбіне тығылып отырам. Мысық жанымнан өткенде, мен оны жақсылап көріп алам» деді де, бұта түбіне тығылып қалды. Демін алмай жасырынып отыр. Тек ұзын құлағы сыртқа сәл қылтиып шығып тұр. Қасқыр: «Ал мен қайыңның артына тығылам. Васька мысық мені байқап қалса, бірден қашып кетем» деп, ол да тығылып қалды. Қыбырлауға шамасы келмей, ол отыр. Қайыңның артынан құйрығы шығып, көзі қорыққаннан жылтырап тұр. «Ал мен қайыңға шығып отырам. Ол жерде мені Васька байқай қоймас» деді де, әрең дегенде қайың басына қорбаңдап шықты. Артық қимылдауға шамасы жоқ. Тым биікте отыр ғой. Васьканы туған күніне шақырыпты. Васька мысық келбетті боп келе жатыр. Мойнына әдемі галстук тағып, түлкінің алдында сәнденіп келеді. Ал түлкі болса, жол бойы өзінің дайындаған қонағасы туралы айтып келе жатыр. Василий қоян тығылған бұтаның қасынан өтіп бара жатып қалды. Сол кезде жапырақтар сыдырлап кетті. Мысық сыдырлап жатқан тышқан екен деп қалды. Сыбдырға қарай бас салды. Қоян қорыққаннан алды-артына қарамай бесе жөнелді. Василий қайыңға өрмелеп шықты. Ол қайыңның үстінде аю отыр еді. Мысықты көре сала аю: «Бітті шаруам! Василий мені көріп қойды. Енді талқанымды шығарады» деп ойлады. Тура қасқырдың үстіне құлап түсті. Қасқыр қорыққаннан ұлған күйде зыта жөнелді. Ал аю онымен жарыса жүгірді. Екеуі осылайша дөң үстімен, бұта арасымен ұзақ жүгірді. Ал түлкі қонақтарының жан жаққа қашып кеткенін көріп, бәрінің сәресі ұшқанына қарағанда, Васька нағыз хайуан ғой деймін. Мен оның жанында жападан жалғыз қалай қалам? Мен де қашып құтылайын. Ал туған күнімді басқа бір күні атап өтермін деп ойлады. Василий болса, ағаштан түсе сала тамақты соғып жей бастады. Сол күні Васька әбден тойып алды. Тамақтың бәрі, балық та, саңырауқұлақ та оның бір өзіне тиді.